Құрметті тыңдармандар, бүгін біз сіздермен экономикалық өсу тақырыбын қарастырамыз. Жалпы әр мемлекеттің алдында 4 негізгі макроэкономикалық мақсат тұрады. Сол мақсаттардың бірі экономикалық өсу, тұрақты экономикалық өсу болып табылады. Экономикалық өсуді қалай өлшей аламыз? Экономикалық өсудің негізгі көрсеткіші ол нақты жалпы ішкі өнімнің оң динамикасы болып табылады. Демек, ағымдағы жылы алдыңғы жылмен салыстырғанда көбірек тауарлар мен қызметтер өндіруді біз экономикалық өсу деп атаймыз. Бұл нені білдіреді? Осы көбірек өнімдер мен қызметтер өндірген жағдайда осы елдегі фирмалардың қызметі тұрақты өсіп келе жатыр, және олар осы ел азаматтарына жұмыс орнын қамтамасыз ете алады, уақытылы жалақы төлей алады, ал ол жұмыскерлер сол аталған жалақыға өздеріне қажетті тауарлар мен қызметтерді сатып алып, өздерінің өмір сүру деңгейін өсіре алады дегенді білдіреді. Бірақ нақты экономикада жалпы ішкі өнім динамикасы әрдайым біркелкі өспейді. Кейбір жағдайда экономикалық дағдарыс болуы мүмкін. Ал кейбір жағдайда осы елдің өндірістік мүмкіндігі артып, нақты өндірілген жалпы ішкі өнім көлемі әлеуетті жалпы ішкі өнім көлемінен жоғары болуы мүмкін. Экономикалық өсуді қалай өлшей аламыз? Экономикалық өсудің көрсеткіштерінің бірі ол белгілі кезеңдегі нақты жалпы ішкі өнімнің өсу қарқыны және жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнімнің өсуі. Жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнімді есептеу үшін біз нақты жалпы ішкі өнімді белгілі бір жылдағы осы елдегі халық санына бөлеміз. Жалпы экономикалық өсудің негізгі факторлары ол бірінші кезекте еңбек ресурстары, негізгі капитал, ол жаңа құрал жабдықтар, техника, технология, ғимараттар, автокөліктер, өндірісті ұйымдастыруды және технологияны жетілдіру, және сонымен қатар табиғи ресурстар. Құрметті тыңдармандар, егер де біз осы әлемдегі мемлекеттердегі жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім көлемін білгіміз келсе, біз әлемдік банктың мәліметтер сайтына жүгіне аламыз. Ол data.worldbank.org сайтынан көре аламыз. Мысалы үшін алдымызда ағымдағы ақш долларымен көрсетілген жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім мәліметтері карта нысанында берілген, және бұл мәліметтер 2020 жылғы. Сіздер әр жылдағы мәліметтерді мына жолақты қозғау арқылы көре аласыздар. Мысалы үшін 1976 жылғы. Бірақ бізге мүмкіндігінше соңғы мәліметтер қызықты. Егер де осы мемлекеттегі жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім $3000 кем болған жағдайда мемлекеттің түсі ашық көк түсті болады. Егер де бұл көрсеткіш жоғарылаған сайын елдің түсі қою көк түсті болып табылады. 2020 жылғы мәліметтерге назар аударсақ, солтүстік Америка мемлекеттеріне назар аударсақ, Канададағы 20 жылғы жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім $43294 болған болса, ал Америка құрама штаттарындағы жан басына шаққандағы нақты жалпы ішкі өнім $63593 болған. Ол егерде Қазақстан мемлекетіне назар аударатын болсақ, жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім 20 жылы $9122 тең болған екен. Ал көршілес мемлекет Ресей Федерациясында мысалы үшін $10,126 болған екен. Ал егерде сіздер Қазақстан бойынша жалпы ішкі өнім көрсеткіштеріне қатысты толығырақ мәліметтер білгілеріңіз келсе, сіздер Қазақстан Республикасы стратегиялық жоспарлау және реформалау агенттігіндегі ұлттық статистика бюросының сайтынан көре аласыздар. Ол үшін сіздер stat.gov.kz сайтына жүгінулеріңіз қажет. Және бұл сайтта сіздер Қазақстан Республикасының негізгі әлеуметтік экономикалық көрсеткіштері файлын жүктей аласыздар. Аталған файлда Қазақстан Республикасының негізгі әлеуметтік экономикалық көрсеткіштері 1991 жылдан бастап 2020 жылдарға дейінгі мәліметтер бар.